Я айюхал инсану, ма гуррака би раббикал карим. Қараңыздар қалай айтады. Ей адам баласы, не сені жақсы, өте жақсы Раббыңнан алаңдатып жүрген не дейді. Қараңыз. Сені менен алып кеткен не? Қараңыз. Мені танудан, маған деген құлшылықтан, намаздан не сені алып кеткен деп отырғаш? Не сені алып кеткен? Не сені алдап кеткен? Аллази халақака фасауака фаадалак. Фи айи суратин ма шаа раккабак. Ол ғой сені жаратқан дейді. Қараңыз қалай шақыруын айтып отыр. Ол ғой сені жаратқан. Сенің мына бейнеңді кемеліне келтірген. Сені бүйтіп түзетіп, адам сияқты бүйтіп жүретіндей, сөйлей алатындай қылып, күллі қабілеттеріңді беріп қойған. Сені өзі қалаған бейнеде жаратқан дейді. Әркімнің бейнесі, Алланың сіз үшін сүйген бейнесі. Өзіңіз ойлаңызшы. Сіз сол бейнеде жаралдыңыз, болды. Ең бастысы, жаңағы Алла сүйді бұл бейнені сізге. Одан кейін біреуге ұнайды, ұнамайды. Ол не керек ол? Ең басты бұл бейнеңді Раббыңның сүйді. Сол өзі жақсы көрген бейнеде жаратты сені. Міне осындай сені жаратып, сосын сені жақсылықтарыңа бөліп атқан кезде өте жақсы Раббыңа қатысты, жомарт, ардақты, қадірлі, керемет Раббыңа қатысты сені не алдап кетті дейді. Қараңыз. Ақшама, жылқыма, мансапқа, креслома не алдап кетті айтшы? О шақыруды қалай тастап отыр? Не сені алдап кеткен? Қашан қайтып келесің сәждеге деп отыр ғой. Сондықтан әуелгі түскен аяттарға назар салсаңыздар, құрметжан, білімді сөйлеп келді ол. Бұл үзіліп қалған білім, күллі адамзат жете алмай отырған білімді алып келді Ата-Алла. Міне. Қараңғылықтардан жарыққа шығару деген өзіңіз ойлаңыз. Жибрил келді Алла Тағаланың әмірімен. Оқы, міне білім басталды. Сенің көптен күткен нәрсең осы емес пе, ей Мұхаммед деген нәрселер жатыр. Сенің іздеген нәрсең келді міне саған. Оқы енді. Жаратқан Раббыңның атымен. Адам баласын ұйыған қанынан жаратқан. Оқы, Раббың сенің ең керемет, ең ардақты, ең жақсы, ең қадірлі. Оның сізге деген жақсылығының кереметтігі соншалықты, мысалы, Аллази аллама бил қолам, ол саған қаламмен жазуды үйреткен дейді білімді. Сондықтан білім үшін Алла Тағала осы 5 аят түсірсе де, соның ішіне өзі 5 аят болса алғашқы түскен қалам деген сөзді қосып қойды ғой ішіне, өзі ойлаңызшы. Қалам деген сөз, оқы деген сөзді қосты, қалам деген сөзді қосты. Егер де сіз Аллаңызды, дініңізді, пайғамбарыңызды танығыңыз келсе, оқу деген жолы тәсілін баяндады, және жазу тәсілін баяндады. Жазып алыңдар дейді өздеріңе керекті нәрселерді. Жазу сенің ықыласың. Жазылмаған нәрсе мұтлақ қалады, мысалы айтайық. Сондықтан жаңағы білімге байланысты Алла Тағала соны көрсетіп жатыр. Оқу және жазу. Адамға қаламмен жаңағы үйреткен. Алламал инсана ма лам яғлам. Қараңыздар 5 аятында адамға білмеген нәрселерін үйреткен.